Орманның дәл шетіндегі үйшікте кішкентай қыз тұрады екен. Оны Қызыл Телпек деп атапты. Бір күні ол бәліш пісіріп, әжесінің үйіне апармақшы болады. Ол анасымен қоштасып, жолға шығады. Орманда келе жатып, Қызыл Телпек Қасқырды көреді. Қасқыр одан сұрайды: «Қызыл Телпек, сен қайда бара жатырсың?» «Мен әжемнің үйіне бара жатырмын» дейді. Сонда Қасқыр айтады: «Кел, екеуміз ойын ойнайық. Кім әжеңнің үйіне бірінші жетеді екен?» дейді. Сөйтіп Қасқыр қысқа жолмен жорта жөнеліп, Қызыл Телпектен бірінші жетеді. Қасқыр есікті тоқылдатып кіріп, әжеді итеріп жіберіп, өзі үйге кіріп, әженің киімдерін киіп алып, орнына жатып алады. Бір кезде Қызыл Телпек келіп, есікті тоқылдатады. Қызыл Телпек үйге кіріп, төсекте жатқан әжесін көріп, таң қалады. «Әже, сенің қолдарың неге сонша жуан?» деп сұрайды. «Сені жақсылап құшақтау үшін» дейді. «Ал құлағың ше, неге ұзын?» дейді. «Сені жақсы есту үшін ғой немерем» дейді. «Ал тістерің ше, неге үлкен?» деп сұрайды. «Ол сені тезірек жеу үшін» деп Қасқыр ыр етіп төсектен атып шығады. Сол кезде сырттағы аңшылар іштегі шуды естіп, Қасқырды ұстап алады. Әже мен немересі көрісіп, барлығы мәре-сәре болады. Сол күннен бастап Қызыл Телпек орманда ештеңеден қорықпайтын болыпты, және бейтаныс жандармен ешқашан сөйлеспейтін болған екен.